Көл шалқар кеште көрдім айдыныңды, төсіңнен тостың маған ай нұрыңды, томсарған тұнығыңнан тұрдың есіп, бір тыныш жүрегіме жайлы жырды. Шалқардың сұлу ғой кешкі айдыны, бетінде көлбеп ай нұры толықсып жатады. Ақ төсін самал жел тербеп жай ғана, манаурап тұрып айнала ұйқыға батады. Қазір сіздердің назарларыңызға әдебиет әлеміндегі шырақ сәулесі тақырыбында дайындалған виртуальды кітап көрмесін ұсынамыз. Облыс бойынша жылдағы дәстүрді жалғастырып, биыл оқитын өлке акция аясында Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы облыс көлемінде оқылады. Акцияның мақсаты жыл бойы өлкедегі ең үздік туындыны жергілікті ақын жазушы, қоғам қайраткерінің бір шығармасын насихаттау, жастардың кітапқа деген сүйіспеншілігін ояту, олардың оқу мәдениетін қалыптастыру. Тахауи Ахтанов сан ұлтты ұлы әдебиетінің биік-биік белестерінің ұзақ тізбегіндегі тірі тұлғалардың бірі болып табылады. Қуандық Шаңғытбаев. Заңғар жазушы Тахауи Ахтановтың 70 жылдығына орай Хромтау ауданында өткізілген кездесу кеші ұйымдастырушыларының бірі, аудандық қазақ тілі қоғамының төрайымы Мариям Төреғалиқызы естелік суреттер бойынша әңгімелеп береді. 1993 жыл. Ол жылы мен ауданның әкімшілік жанындағы қазақ тілі комитетін басқарып едім. Сол жылы Тахауи Ахтановтың 70 жылдығына байланысты біз үлкен шара өткізбекші болдық. Ор өзенінің арғы бетінен барып, көпірден кейін біз бір топ делегация бар Тахауи Ахтановты қарсы алдық. Қазақтың салт дәстүрі бойынша мен қазақша киініп, шашу шашып қарсы алдым. Ол кісі әйеліменен, баласыменен, және оны делегацияны демеп келген облыс әкімінің орынбасары Аслан Мусин, үлкен жазушы Найманбаев, және де біздің жергілікті Әйтеке би ауданынан шыққан ақын Ильяс Махамбетов болатынды. Келгеннен кейін бізді аудан әкімшілігінің басшысы Анатолий Николаевич Марченко қарсы алып, акт залда үлкен шара өтті. Залдың көрнекті жерінде Тахауи Ахтановтың үлкен портреті 2:3 болып салынған жергілікті суретшілерменен. Және де ол жиналысқа бүкіл аудан басшылары, мекеме басшылары, зейнеткерлер шақырылып, Тахауи Ахтановтың өмір жолын және өзінің творчествосы туралы айтылып, үлкен әңгіме болды. Содан кейін Тахауи Ахтанов өзі туралы айтып, жұртқа ризашылығын білдірді. Біздің ел өзінің қазақшылық салт дәстүріменен ол кісіге ақбоз ат мінгізіп, шапан жауып, және де дәстүр дәмханасына қонақжайлық көрсетті. Сол уақытта Тахауи Ахтанов туралы біздер Азамат деген газет шығарғанбыз. Аудан қазақ тілі комитетін ол уақытта Сабиров басқаратын, сол алып барып Қараутақтың типографиясына, бізде ешқандай қазақ типографиясы істеген жоқ, қазақша газет болған жоқ. Ол уақытта Қараутақтың типографиясынан барып Азамат деген газет шығарып алып келді. Оның ішінде оқушылар жазды, біздің аудандық кітапхананың директоры мақала жазды, мен мақала жаздым, зейнеткерлер мақала жазды. Соның бәріне көрген Тахауи Ахтанов өте риза болып, орыс ауданы болғаннан қандай қазақшылықтарды білесіңдер. Содан кейін ол кісі ауданның промплощадкасына барып, бүкіл өндіріс орындарымен танысты. Өндіріс орындарымен танысқан қазіргі депутат ол уақытта комбинатта істейтінді Ізбақ Өмірзақов болатынды. Сөйтіп біз ұлы ақынды сондай үлкен марапатпенен шығарып салдық. Ол меніңше жастарға үлкен тәрбие берді деп ойлаймын. Ал бүгін Екібастан енді 90 жыл болып, содан бері 20 жыл өткен екен, бірақ ондай адамдар еш уақытта ұмытылмайды. Қаһарлы жыл түскенде елге сын көп, ойнағанда ерлерім кеудесін жоқ. Ұрпағыңа мол тілек білдірдіңіз, отын жағып, шырағың сөнбесін деп. Жергілікті ақын Қызмет Нұралин. Аудандық кітапханада ұйымдастырылған кең көлемді кітап көрмесінен жазушының «Шырағың сөнбесін» романынан басқа да шығармаларымен таныс бола аласыздар. Облыс бойынша өткізіліп отырған оқитын өлке акциясына байланысты оқырмандар арасында сауалнамалар жүргізіліп,
жазушының шығармаларымен таныстыру мақсатында әдістемелік нұсқаулар дайындалды. Акцияға белсенді атсалысып, Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романын оқуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.